Minecraft. Бұл ойынды бәріміз ойнаған шығармыз. Ойын 2009 жылы бета версиясы шықты, ал кейін 2011 жылы толық версиясы шыққан болатын. Және ойын ыңғайлы, ойынды ПК-мен де, телефонмен де ойнауға болады. Ойынды өзің қалаған жасауға болады. Мысалы, PvP, үй салу, достижение орындау, грифт ету, шахта қазу, драконды өлтіру, ферма салу, досыңмен бірге ойнау секілді тағы басқа заттарды да жасауға болады. Және ойында неше түрлі серверлер бар. Мысалы, Bedwars. Бұл жерде қарсыластың төсегін сындырып, өз төсегіңді қорғау керек. Skywars. Бұл жерде көп мықты қару-жарақ алып, барлығын өлтіру керек. Build Battle. Бұл жерде өте әдемі постройка салу керек. TNT Run. Бұл жерде TNT барынша жерге құлап кетпеу керек секілді заттар. Minecraft өзіне келсек, ойын керемет жасалған. Қазіргі ойынның соңғы версиясы 1.21 осымен бітті. Free Fire. Бұл ойынды көбіміз ойнаған шығармыз. Ойын 2017 жылы шыққан және өте танымал Battle Royale ойыны болып саналады. Ойынды телефонда, ПК-де де ойнауға болады. Ойында өзін қалағандай ойнауға болады. Ранг ойнау, достармен бірге кіру, кастом ашу, скин алу, персонаж таңдау, питомец қолдану, әртүрлі қарулармен қарсыласу, жеңу секілді. Және ойында көптеген режимдер бар. Мысалы, Battle Royale. Бұл жерде аралыға түсіп, барлық қарсыласты жеңіп, бірінші орын алу керек. Clash SKV-да бұл жерде 4 адамның команда болып қарсы команданы жеңу. Lone Wolf бұл жерде бірге бір немесе 2-2 ойнауға болады. Және тағы басқа қызықты режимдер бар. Ойында өте көп әдемі эмоциялар, киімдер және пушкалар бар. Free Fire'да графикасы да жақсы жасалған. Қазіргі ойындағы соңғы жаңартулар өте қызық. Осымен бітті. Brawl Stars басса қазіргі уақытта әлем бойынша миллиондаған ойыншысы бар Supercell компаниясының ең танымал мобильді ойындарының бірі. Ойын туралы ең қызықты фактілерді, құпияларды және пайдалы ақпараттарды айтатын боламын. Ойындағы маңызды және пайдалы ақпараттар: сирек кездесетін браулерлер. Ойындағы кейіпкерлердің бірнеше санатқа бөлуге болады. Сирек: Эль Примо, Поко, Роза, тағы басқа. Өте сирек: Дэрил, Пенни, Карл, тағы басқа. Эпикалық: Пайпер, Фрэнк, Эдгар, тағы басқа. Мификалық: Мортис, Тара, Макс, тағы басқа. Аңызға айналған: Леон, Спайк, Кроу, Амбер, тағы басқа. Және валюталар мен ресурстар: монеталар кейіпкерлердің деңгейін, левелдарын көтеруге және күш сынақтарын, Star Powers гаджетін кейде сатып алуға керек. Қапсырмалар, яғни білінген ойын ішіндегі тегін скиндерді, киімдерді, пиндерді және спрейлерді сатып алуға мүмкіндік береді. Киімдер ойынның ең бағалы валютасы. Бұрын оны жәшіктерден тегін алуға болатын. Қазір тек Brawl пасқа арқылы немесе шынайы ақшаға сатып алынады. Ойынның жақсы ойнауға арналған 3 басты кеңес, яғни лайфхак. Автоатака: көп сенбен жақыннан соғысатын кейіпкерлерді Эль Примо, Шелли. Автоатака жай ғана батырманы басу тиімді болғанымен, алыстан ататындармен Брок, Пайпер, Белл міндетті түрде бағыттап айым ату керек. Қарсыластың жүру бағытын болжаңыз. Алыстан ататын кейіпкерлер ойнағанда оқты қарсыластың дәл өзіне емес, оның 1 секундтан кейін баратын бағытына қарай алдын ала атыңыз. Картаға сай кейіпкер таңдаңыз. Бұтасы көп карталарды жақыннан ұратын браулерлерді, мысалы бұл жақсы, ал ашық карталар мергендер Пайпер көп тиімді. Сам бысыдың Гренни қорқынышты жанрдағы танымал ойын. Ойында кейіпкерлер ескі үйде қамалып қалады және 5 күн ішінде қашып шығуы керек. Үйдің ішінде әжейдің дыбысқа өте сезімтал екені белгілі. Егер бір затты құлатып алсаң немесе шу шығарсаң, ол бірден сені іздеп келеді. Ойын барысында ойыншы кілттерді, құралдарды және жасырын заттарды тауып есіктерді ашып қашу жолын
іздейді. Үйдің әр бөлмесінде түрлі құпиялар мен тұзақтар бар. Сондықтан ойын тек қорқынышты емес, сонымен қатар логикалық ойлауды да талап етеді. Developer жасаған бұл ойын қарапайым графикасына қарамастан атмосферасы мен күтпеген сәттерді арқылы көп ойыншылардың қызығушылығын тудырады. Қазіргі таңда ойынның бірнеше жалғасы шыққан, мысалы Granny 2 және Granny 3. Car Parking Multiplayer бұл мобильді ойындар нарығындағы жай ғана симулятор емес. Бұл авто әуесқойлығын басатын қоясын алып, әлеуметтік платформа ойын шыққан күннен бастап өзінің шиының физикасымен шексіз тунинг мүмкіндігімен және ерекшелігімен әлемді миллиондаған адамдардың жүрегін жұлады. Ойынның ең басты алғашқы оның Open World ашық әлем форты ойыншылар тек тар көшелерде көлік тұраққа қойып қана қоймай, үлкен мегаполистерде, шөл далаларда, таулы жолдар мен жарыс трассаларын да еркін айдай алады. Әрбір локацияның өзі ерекшелігі бар. Қала, тығыз қозғалыс, бағдаршамдар және нағыз қалалық өмір. Шөл дала, ұзақ жолдар, жоғары жылдамдықпен тракс үшін тапсырмасын орындау, тау дрифт шеберлігінде арналған қауіпті бұлармен